Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздерменен phrasal verbs тақырыбына жаттығу жасаймыз. Жаттығу жасап шынағайық. Бірінші менің каналыма жазыла кетіңіздер. Оқыған әрқашан озады. Және алдағы уақытта менің видеоларымды көріп отыру үшін осы қоңыраушан баса кетіңіздер. Ең алдымен жаңа сөздер үйренеміз. Міндетті түрде жаңа сөздер бізде болады. Do over, қайта жасау, try on, keep көру, байқап көру, break in, ұрлыққа түсу, give up, берілу, take after, ұқсау, throw away, тастау, бір мусор тастау, run иту, кездесу, call off, аяқтау. Осы сөздерді есте сақтап алыңыздар, немесе дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Бүгінгі жаттығулар осыменен байланысты, осы сөздермен, осы 8 сөзбенен байланысты. Мен жалпы осылай жасаймын. Жаттығулар, яғни жаңа сөздерді, жаңа идиомалар немесе phrasal етістіктерді көрсем, осылай жазып аламын да. Алдағыдай мен өзім бүгінгі істегі жасаған жаттығуларым, тесттарым өзім құрастырдым. Сіздерге де кеңес беремін да солай құрастырып алуға. Солай жаттаған өте ыңғайлы. Әрі есте ұзақ қалады. Себебі өзің жасап шығарған тестті өзің ұмытпайсың. Жазып алдық қоя. Ал бастайық. Бірінші, the thief, мына жерде бір phrasal етістік керек. To store and they stole all money. A, break in, B, give up, C, look forward to. Өздеріңіз бір вариантын белгілеп қойыңыздар. Келесі бетте мен жауабын айтатын боламын. The thief, бірдеңе қылды, дүкенге кіріп, барлық ақшаны ұрлап кетті. Егер білмей жатсаңыздар, алдыңғы беттен жаңа сөздердің ішінен осыған қатысты бір сөз бар, phrasal етістік бар, соны қойсаңыздар болады. Екінші, don't, бір phrasal етістік, you will win the next time. Сен келесі жолы жеңесің дейді. Don't, бірдеңе. Мысалы үшін, don't look after, don't take after, don't give up. Қайсы сәйкес келетінін өздеріңіз қараңыздар. Ал енді she. Үшінші. She бірдеңе. Her sister, both of their eyes are brown. Оның әпкесі, ол әпкесіне дейді. Мына жерден аласыздар бір сөзді. Do over ма, take after ма, look into ма. Both of their eyes are brown. Олардың екеуінің де көздері қоңыр дейді. Төрт. You have done incorrect. Сен қате жасапсың. Please, өтінемін. Бірдеңе жасап кел дейді. Deal with, wait on, do over. Осы phrasal етістіктердің қайсысы дұрыс болады екен көріңіздер. Ал енді 5-ке келсек. What a lovely dress. Why don't you try it on ба, take it off ба, look it up ба. Осылардың қайсысы сәйкес келеді деп ойлайсыздар? Белгілеп кетіңіздер. Ал тестті алдарыңызға қояйын. Толығымен көрініп тұрсын. Пауза жасап, өздерің жасап алсаңыздар болады. Себебі мен келесі бетті ауыстырам, жауаптарын көрейік. Себебі уақытыңыз. Жауап былай болады екен. He break in to store and they stole all money. Жаңағы ұрлыққа түсіп, дүкенге барлық ақшаны ұрлап кетті дейді. Жауап broke in. Don't give up. Яғни берілме. Сен келесі жолы ұтасың дейді екіншісінде. Үшіншісінде she takes after her sister. Ол әпкесіне ұқсайды. Take after деген ұқсау деген сөздерді жаңа өттік. You have done incorrect. Please do over. Төртінші. Сен қате жасапсың, өтінем, қайта жасашы. Do over, қайта жасау, басынан бастау. 5. What a lovely dress. Неттен әдемі көйлек. Неге сен оны киіп көрмеске, өлшеп көрмеске. Try on, байқап көру, киіп көру деген мағынаны білдіреді. Осылай тест жасадық. Келесі жаттығу ол сөйлемді толықтыру. Yesterday Maria would like the rabbit and went to street. There she бір сөз қалып кеткен. Her friend Astel was excited because she
and was going to Professor Swiss. Yeah. Кеше Мария бір нәрсе жасағысы келді, мусорды, және ол көшеге барды деді. Ол жерде өзінің Әсел деген досын не істеді? Келесі жазылған. Әсел өте бақытты болды, себебі ол иә, достар, міне жауабы мынандай. Мынаны пауза қылып орындап алыңыздар, сосын жауабын көресіздер. Қараңыздар. Yesterday Maria would like to throw away the rubbish. Кеше Мария мусорды, яғни қоқысты төкпекші болды, көшеге барды. Сосын ол there she ran into кездесіп қалды, иә. Her friend Әсел, ол жерде ол өзінің досы Әселмен кездесіп қалды. Әсел was excited. Әсел өте бақытты еді, себебі ол өзінің проектісін аяқтаған еді, жобасын, иә. Called off дегеніміз аяқтау. Called off аяқтау, run into кездесу, throw away тастау, мусорды деген сияқты. Жаман әдет емес бұл жерде затты, мусорды тастау. Және ол профессор Суитпен кездеспекші болды. Кездесуге бара жатыр екен, иә? Жаңа сөздер throw away, run into, called off. Келесі matching, яғни сәйкестендіру. Do over, break in, try on, give up, take up, throw away, run into, call off. Сәйкестендіріңіздер, достар. Қайсыған сәйкес келетінін қараңыздар. Дәптер ручкаларыңыз бар деп ойлаймын. Жауаптар жазып алыңыздар. Do over, қайта жасау, break in, ұрлыққа түсу, try on, keep көру, give up, берілу, take after, ұқсау, throw away, тастау, run into, кездесу, call off, аяқтау. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Осылай жаттығу жасап машықтанамыз. Жалпы бүгін phrasal verbsқа қатысты жаттығуларымыз аяқталды. Мен бұл жерде не айтқым келді? Мен бұл жерде айтқым келгені, әрбір жаңа сөздер көрсеңіздер, міндетті түрде осындай жаттығулар жасауға тырысыңыздар. Сонымен қатар мағынасын жазыңыздар. Мына жерде do over'дің мағынасын жазу керек, try on'ның мағынасын. Интернеттен қараңыздар, достар. Интернет қазір біздің ең жақын досымызға айналып кетті ғой. Сол себепті мен сіздерге қандай да бір жаңа сөздер, жаңа етістіктер, жаңа тақырыптар, жаңа грамматикаға көрсеңіздер, міндетті түрде жаттығу жасаңыздар. Кім үшін? Өздеріңіз үшін. Ол сіздерге өте көп көмегін тигізеді. Немесе өткен сабақта айтып өткенімдей, интернетке жазасыздар, phrasal verbs онлайн тест деп жазсаңыздар шығады. Достар, сіздерге мен сәттілік тілеймін. Оқыған адам әрқашан озады. Білімдеріңіз арта берсін. Менің YouTube каналыма жазылай кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Келесі кездескенше.